18.000 ғаламтор. Арал теңіздегі барса келмес аралы, оның аномальды өткені туралы аңыздармен көмкерілген. Қазір Арал теңізінің таяз болуына байланысты батпақты жерге айналды. Бірақ бұл жер әлі күнге дейін адамдарды өзінің жұмбақтарымен қызықтырады. Оның атауы да мистикалық өткені туралы аңыздар сияқты қорқынышты естіледі. Құпия зертхана. Барса келмес бүкіл кеңес одағының ең жабық қорықтары деп аталды. Қатаң өткізу режиміне байланысты мұнда жету мүмкін емес еді. Зерттеуші Михаил Антоновтың болжамы бойынша, барса келместен 60 шақырым жерде Возрождение аралында бір кездері кеңес өкіметі биологиялық қарудың құпия зертханасын ашты. Зиянды заттарды сынау нәтижесінде көрші ауылдардың тұрғындары зардап шекті. Болашақта аралда не болғаны бүгінгі күнге дейін құпия болып қала береді. Мұндай қастандықтар аралда болып жатқан құбылыстар туралы қауесеттер мен ақылға сыймайтын болжамдарды бастады. Олар негізінен адамдардың жұмбақты түрде жоғалып кету оқиғаларын көрсетеді. Аралдың қарғысы. Ежелгі уақытта жаудың шабуылы белгілі бір тайпаны барса келмес аралына көшуіне мәжбүр етті. Аңыз бойынша мұздатылған теңізді кедергісіз кесіп өту үшін аязды күту кезінде тайпа көсеміне түсінде қарт адам көрінді. Ол аралдың жануарлары мен өсімдіктеріне ешкім зиян тигізбесе, тайпа тұрғындары қауіпсіз және бақытты өмір сүреді деп болжам жасады. Шынында да, көшкеннен кейін көп ұзамай жаулар олардың артта қалды. Ал тайпа тұрғындары шексіз көңіл көтерді. Алайда адам баласының бір кезде қол жетпейтін байлықтың құндылықтарын ұмытып кететін әдеті бар. Алаңсыз өмірге мас болған тайпа тұрғындары ағаштарды кесіп, аралдағы жануарларды өз қажеттіліктері үшін өлтіре бастады. Содан арал адамдарға қарғысымен қоса оларға алып дала жыландарын жіберді. Осылайша адамдар өздерінің ашкөздігінің құрбаны болды. Жоғалған танкист. Аралдың адамдарды жұтуының тағы бір шындыққа жақынырақ оқиғасы 60-шы жылдары кеңес экспедициясы аралға барлау құралдарымен толықтырылған танк әкелгенін айтады. Ал танкистке барлық уақытта желіде болу тапсырылды. Танкист бұйрықты сөзсіз орындады және ұзақ уақыт бойы рация арқылы байланыста болды. Бірақ бір сәтте хабар тарату тоқтап қалды. Танкист одан бері байланысқа шықпады. Экспедицияның қалған мүшелері танкке келгенде ішінде ешкім болмады. Ал әскери көліктің өзі қырау басып қалған екен. Танкистің қайда кеткені әлі белгісіз. Уақыттың тым тез өтуі. Халық аузынан шыққан мәлімдемеге сәйкес 19 ғасырдың 20 жылдарында барса келместе бүкіл топографиялық экспедиция жоғалып кетті. Оның ізденісі 3 айға созылды. Алайда бір сәтте жоғалып кеткен адамдардың өздері күтпеген жерден үйлеріне оралды. Олардың қай жерде жоғалып кеткенін сұрағанда, барлығы аралда небәрі 3 күн болып, топографиялық түсіріліммен айналысқандарын айтты. Осыған ұқсас жағдай іздеу топтарынан жасырынған түрмелерден қашып кеткен тұтқындармен де болды. Бірнеше жылдан кейін қашқындар отбасыларына оралды. Үйге оралғаннан кейін олар қашқаннан бері айлар емес, жылдар өткенін білгенде таң қалғаннан сасып қалды.
Осыған ұқсас уақыттың тылсым ағымы туралы жұмбақты оқиғалары өте көп. Уфологтардың бұл туралы өз нұсқасы бар. Олардың пікірінше, барса келмес аралына қуатты геоактивті аймақ әсер етеді. Бұл физикалық уақыт ағымының бұзылуы сияқты қалыптан тыс құбылыстарды тудырады. Белгісіз ұшатын объектілердің белсенділіктері. Сонымен қатар көптеген зерттеушілер аралдағы адамдардың жұмбақ жоғалуын белгісіз ұшатын объектілердің белсенділігімен байланыстырады. Бұрын бұл жерде белгісіз ұшатын табақтарды көрдік деп мәлімдеген көптеген куәгерлер болған. Егер сіз жақсы іздесеңіз, аралдың үстіндегі жұмбақ жарық сәулесі туралы көптеген ақпарат таба аласыз. Бұл жарықтарға әлі ешкім дұрыс түсініктеме таба алмады. Осындай аномальды хикаяларға қарамастан, барса келмес ол ұлттық қорық. Қазір Қазақстанның қорғалатын 9 табиғи нысандарының басты мұраларының бірі болып саналады. Бұл жұмбақ жер әлемнің әртүрлі елдерінен келген көптеген зерттеушілерді өзінің қорқынышты сұлулығымен қызықтырады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде...